Көлде болдыңыз ба? Оны қайтейін деп едің? Бүгін сабақта өттік. Мұғалім қосымша оқып келіңдер деп еді. Оның енді өтіріктің нағыз себебі біз әлі жағрафия пәніне жетпеген сыныптамыз. Сонда да диалогты жалғастыру керек болып тұр. Болғам жоқ шығар. Болмасаңыз барғыңыз келеді ме, апа? Ыстық көлде нем бар менің, басымда қатырмай аулақ жүр. Мен сізді өскенде ыстық көлге апарғым келеді. Мені неғып жарылқай қалдың, шешеңді апармайсың ба? Мен сізді аяймын. Не дейсің мынау? Аяймын деймін сізді. Сіз ағайын туысқандарыңызды сағынып жүргеніңізді білемін. Мен де әкемді сағындым, ағамды да. Кемпірімнің өзгергенін көрсеңіз ғой. Әжім тілген бет аузы жыбыр-жыбыр етіп бап кемсем қақты. Мына ағамның туыстары сізді түсінбейді де, жақсы көрмейді де ғой. Ал мен сізді жақсы көремін. Ылғи қырғызша бір әндер айтып жүресіз ғой. Сол әндерді үйренгім келеді. Сондықтан мен сізге Қырғызстанды көрсетемін. Ол жақта туысқандарыңызға бар. Соған апарғым келеді. Деп өтірікті соғып кеп жіберіп ем, жанды жеріне дөң тепті. Мәстенімнің бажырық көздерінен жас бұрш ете қалды. Жігітін сағынған бойжеткенде сол қолдасын кеп, ойбай-ай, бірдеме бүлдіріп алдым ба ей дегенде көше жаққа жаутаң қараймын. Қалан келіп қалса өгей шешемді неге жатып тұрсын, ұрғаннан саусың ба деп аямай соққыға жығуы ақиқат. Отоба, шынымды айтайын, айдағы Лениннің басы үшін кемпірдің көңілін босатып жібергеніме кәдімгідей өкініп қалдым. Өзімді өзім іштей жегідей жеп тұрмын. Алайда шегінерге жол жоқ. Кәмпитін бермесе бермей қойсын, бір жаңа бет қалсын деп мырзасының тағы ойлап қоям. Қожетмек-май, сезім талбала екенсің ғой. Апатайым ау. Енді ана қылаң тисе маған айтшы, ол қалар қара боранның шат-шәлекейін шығарайын. Ал ендеше, Лениннің аруағы мені желеп жүріп мен өп кетті өзі. Мен сияқты қара сирақ пролетариат балаға аяқ астынан қорғаушының табыла қалған қарасаңызшы. Менің де көңілім босап, дымқылдана бастаған мұрнымды сүртіп тұрмын. О жасаған, Мәстен сандығын сатырлатып ашып жатыр. Бірдеңелерді қопарыстырып алып шығып жатыр. Сандықтың түбінен үстелдің үстіне дәл маған келіп қойылды. Мысықтың суреті бар бір салафон дорба ирис кәмпит. Апамыз сандығының үстіне түсіп, алып тағы бірдеңелер. Бір кезде апамның қолына бір бөтелке арақ ілінді. Бара ғой балам, бар. Арманым бізді қабылдау салтанатына Лена екеуміз бірдей төсбелгі тағып тұрдық. Өртеніп ұмыт болған сағыныштан жұрт іші ағып келем сабылысқан. Жанарымнан сан ұшқын шашырайды іштегі бітпей тұғын жарылыстан деп ақын ағамыз жырлағандай келесі кезекті ақын өлеңдеріне берсек. Ортада 9-шы сынып оқушылары, қарсы алыңыздар.